Бисмиллахир-рахманир-рахим. Басталды ғой. Әлхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah, амма ба'д. Мына жерден сәл бір жаққа отырайықшы. Мына жақтан су тамады екен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті жақсылар. Бүгін бір тақырып қозғағым келеді, ол сіздерге бәрімізге керек деп ойлаймын. Өйткені уағыздарымның барысында байқасам, сол тақырып маңызды сияқты көрінді. Енді ол менің жеке пікірім, сонда да енді керек адамға пайдалы деп ниетпенен иншалла ұсынып отырмыз. Ол тақырып құлшылық ғибадаттың дәмі. Көп адамдар, мен өткенде келгенімде, осы бірге келгенде умрадағы дәм туралы, намаздағы дәм туралы айттым. Сол кезде кейбір адамдардың көзінен андай түсінбеушілікті байқадым. Жаңағы не туралы айтып жатсың дегендей. Кейбір өткенде ол кісілер сапарға шығып кетті ғой деймін. Бір жігіт мына жерде тіпті намаздың артынан қандай дәм іздейміз дегендей сұрақ қойды да, тіпті жәннаттан басқа дым емес қой дегендей. Яғни байқасам көп қатардағы мұсылман адамдар намаздан дәм іздемейді. Намазды бір белгілі бір міндет үшін орындайды. Я ықыласы болады, бір қандай да бір дінге деген бір сондай бір имандылықпен орындайды. Бірақ андай бір дәм таппағаннан кейін оны сол міндетке арналған болып қалады. Әдет сияқты болып қалады да. Яғни автоматтық әдет та, мысалы су ішу, тамақ жеу қалай, намаз оқу тура солай болып қалады. Белгілі бір осындай бір халге түсіп қалатын сияқты. Дегенменен айтқым келгені, құрметті жақсылар, құлшылық ғибадаттың да дәмі бар. Оның дәмі бар, біле білгенге. Әлбетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иманның дәмі деген арнайы хадис айтқан. Сол сияқты осы құлшылық ғибадаттың да дәмі бар. Алма тәтті ғой, иә? Тәтті. Жүзім ше? Ол да тәтті. Бірақ алманың тәттілігі мен жүзімнің тәттілігі ұқсай ма? Ұқсамайды ғой, иә? Аты бір болғанменен. Дәл сол сияқты құлшылық ғибадаты тәтті. Бірақ оның дәмі өзге нәрсеге ұқсамайды. Оны қалай білеміз енді? Сұрақ шығады ғой. Мен сол туралы тақырып әдейі қозғап жатқаным. Не істесек, сол құлшылықтың дәмін білсек екен. Бірақ сол дәм туралы айтпай тұрып тағы да айтайыншы. Жоғарғы қарай қайттан кіреміз, сол дәм білуге бізге жәрдем беретін нәрсе ол. Сізге құлшылық не үшін керек? Міне сол жерде жатыр да әңгіме. Неге керек? Намаз сізге неге керек? Ораза сізге неге керек? Осы умраға келдіңіз, сізге неге керек? Осыны қайта-қайта қоя берді демеңіздер. Ниетті жаңарту үшін мен қайтадан қоямын бұл сұрақтарды. Өйткені мен сіздерді екілендіру үшін, немесе бір сондай ойларыңызды бұзу үшін қойып атқан жоқпын. Бәлки керісінше ойларыңызды жаңарту үшін, тәртіптеу үшін қойып жатырмын. Біліңізші, құлшылық ғибадат сіздің Алламенен араңыздағы дүние. Бұл сіздің имандылығыңыз. Ал енді шындап келген кезінде бұл біздің құндылығымыз. Иә, сізге қымбат дүние. Сіз үшін қымбат. Бірақ неге қымбат, оны өзіңіз шешесіз. Әркімнің өзінің жауабы бар ішінде. Маған намаз неге қымбат? Маған ораза неге қымбат? Маған Алламенен екеуміздің арамызда жақсы мәміледе болу неге қымбат? Оны сіз шешесіз. Оны руханияттағы сіздің баспалдағыңызға қарай көзіңіз көреді, жүрегіңіздегі қоршаған көкжиегіңіз шешеді. Дегенменен айтқым келгені, құрметті жақсылар, құлшылық ғибадаттың дәмін білгіңіз келсе, мынандай кеңестер берер едім. Біріншіден, шын ниет керек. Құлшылық ғибадаттың дәмін сезем деген адам бірінші орында ниет керек екен. Жоғарыда ниет айтқандай ғой. Құлшылық ғибадат сіз үшін қаншалықты маңызды? Ниетіңіз де соншалықты болады. Яғни маңызына қарай адамның ықыласы болады. Түсінікті ғой? Сізге қаншалықты керек, соншалықты сіздің жүрегіңіз құштар болады. Соншалықты ішіңіздегі сезім соншалықты үлкен болады. Және керісінше, егер сіздің ниетіңіз төмен болған сайын, сіздің ниетіңіз басқаша болған сайын, сіздің құлшылығыңыз да дәл сондай болады дәмі. Сол үшін бірінші орында
адам өзінің ниетін түзетсе екен, құлшылықтың, ғибадаттың дәмін білу үшін. Екіншіден, түсінік. Иә, өте маңызды нәрсе. Бұл өмірде барлық нәрседе дұрыс түсінік, немесе салауатты түсінік деген пікір жақсырақ. Яғни жұрттың барлығы байқайсыздар ма? Денежное мышление деген нәрсені мода қылады. Сен бай болғың келе ма? Ақша туралы ойың дұрыс болу керек деп айтады. Оны біздің дінімізде айтып қойған негізі ше. Мысал айтайық. Ақша табамайтын адамның ойларының бірі ше, Алла Тағала туралы дұрыс ойламаса, ол кісінің ақшасы кем болады. Неге екенін айтайын ба? Алла Тағаланың қазынасы кең ба, кең емес па? Бәрекелді, шексіз. Кең, тар деген үкім жүрмейді о жерде, е? Алла Тағаланың рызық, несібесі, бізге беретін қазынасы, бізге берешегі шексіз. Оған шекара қою мүмкін емес. Егер сіз соның түбінен соны түсіне алсаңыз ғой. Ал енді Алла Тағаланың бізге берешегі, бізге беру мүмкіндігі шексіз болатын болса, неге онда сіз шектейсіз? Яғни, менің осынша ақша табу мүмкін емес деп өзіңіз шектейсіз. Менің осындай нәрсем, осындай болу мүмкін емес деп шектейсіз. Неге? Алла сізді шектеді ма? Жоқ. Біз шектемейміз. Сол сияқты түсініктер бар да, дін туралы. Сол үшін айтатыным, құрметті бауырлар, көп түсініктердің біреуі біздің сараңдығымыз. Дін сараңдықтан арылуды айтқаны сонша әдем айтады. وَمَا يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ деген әдем аят бар. Осы мағынадағы аят Құранда бір 4-5 жерде келеді. Кім жүрегіндегі, яғни өзінің нәпсіндегі сараңдықты, ашкөздікті жеңетін болса, сол кісі табысқа жетеді дейді. Яғни успешный, біздің заманда айтқанда. Осы заманда успешный болам десеңіз, яғни табысты болам десеңіз, дүнияуи да, ухрауи да, яғни ақыретте де табысты болам десеңіз, ақыретте де мол табысқа кенелем десеңіз, онда мына ішкі жан дүниедегі ашкөздікті өлтіру керекпіз. Кедейлік, ашкөздік деген содан шығады ғана. Бәріне, былай айтқанда, тағы да басқа пікірмен айтқанда, андай потребительский нужда дейді ғой, адамның андай бір пайдаланушылық қажеттілігі да сондай, барлық нәрседен пайда күнем, барлық нәрсені тыға беретін. Білесіз бе, мысалы айтайық, соны қалай шешеді бізде? Мысалы, көп адамдарда бұрын көретінмін. Қазір онша байқай бермеймін. Фуршет тұрады ғой, фуршет деген түсінесіздер, дастархан. Дастарханда тұрған кезінде сары май, павила, сондай нәрселер, нан, басқалар тұрады. Біз қандаймыз, білесіз ба? Біз столовыйға барамыз, асханаға барамыз да, өзіміздің қарнымыз тойдыратын қылып аламыз. Иә, сізге қарныңыз тойдыратын қылып. Асып аласыз ғой, негіз, қалып кетеді тамақ. Ол сіздің ашкөздігіңізді білдіреді, өзіңіздің жейтініңізді алуды үйрену керек, негіз. Өйткені сіз сол қарнынан артық нәрсені жей алмайсыз. Үстіңізге бір көйлектен артық көйлек кие алмайсыз. Ол адамсыз ғой, сіз 10 көйлек сатып алсаңыз да ашкөздікпенше бірақ көйлектен киесіз. Түсінесіз, бірақ көйлек. Сіз тамақтың 10 түрін асаңыз да осы жұмырықтай асқазаныңыз бар, одан артығына сыймайды. Соны жеңе алу керек адамда ашкөздікті. Біз не істейміз? Ана жерде столовыйдан шығып бара жатқанда адамдарды көресіз. Жанына заттарды топырлатып, оны не істейсің десе, бөлмеге барып жейм дейді. Бөлмесін көресіз ғой? Жемейді оны. Асханаға қайттан түседі. Бөлмесін көрсең ысқылады. Ашкөздіктен шығады сол Ашкөздік. Оны не істейсіз сонда? Сатасыз ба, базарға шығарып? Не істейсіз? Түсінбеймін да, мен өз басым ұқпаймын. Оны жеу үшін қойды алдыңызға. Сіз жейтін нәрсеңізді алсаңыз, жеңіз.
Алланың қазынасы кең деп өзіңіз айтып қойдыңыз ғой. Алла тағаланың сізге беретін рызық несібесі шексіз деп қойдыңыз. Неге шектеп жатсыз? Неге аш қалам деп ойлайсыз? Білесіз ба? Сіздің талқаныңыз таусылған күні сіз дүниеден өтесіз. Сіз осы дүниедесіз ба, сіздің талқаныңыз таусылмайды. Түсінесіз ба? Сіздің талқаныңыз бар ма, яғни жейтін тамағыңыз бар ма, сіз бұл өмірде тұрасыз. Сіздің жейтініңіз қашан таусылады, сіз бұл өмірден кетесіз. Түсінесіз ба? Ризқыңыз сіздің тірі уақытыңызда, жаныңызда жүреді. Қайда барсаңыз да, ризқыңызды тауып беретін сізге арнайы періште бекітіп қойған ғой Алла тағала. Бірақ біз не істейміз? Жоқ, біз періштеге де сенбейміз. Астағфиралла. Аллаға да сенбейміз ба сонда? Бұл біздің иманымыздың әлсіздігі, дұрыс еместігі. Құдайдың рызқы көп, түсінесіз ба? Құдайдың рызқы көп. Мысал айтайыншы мен, бір мысал. Әзіреті Мұса алейхиссалам Мысыр өлкесінен қуылады қылмысы үшін. Сөйтеді де қашады. Қашып келе жатқан кезде жолда арып, ашып, түгі қалмай келеді. Сөйтеді Мадиян деген жерге келеді. Шам өлкесіндегі жер осы. Иордания, Шам, Ирақ жерлеріне келеді. Сонда сол жерлерге келген кезінде бір көлік келіп болса, бір құдықты көреді. Құдықтың жанында адамдар малдарын суарып жатқанын көреді, бірақ екі қыздың малын сәл бөгеп, жұртқа бара алмай тұрғанын көреді, қарап. Ана жұрттың бәрі малын суарып кеткеннен кейін малын алып келеді да, ана құдықтағы тасты, екі әйел кісі ғой, қыз бала ғой, екі мықшындап, ана құдықтағы тасты аламай жатқанын көреді. Содан бұл кісі үндемей барады да, үндемей айтпайды. Құдықтағы тасты ысырып тастайды да, кетіп қалады теріс бұрылып. Әйелдерге қарамайды. Теріс бұрылып кетіп қалады. Бұл жерде 2-3 сабақ ала аламыз біз. Осы бір қылықтың өзінен. Біріншіден, ол кісі жолдан келе жатыр, қарны аш. Екіншіден, өзі бойдақ. Үшіншіден, оны ешкім танымайды. Ол ешқандай күнәға да барған жоқ. Біріншіден. Екіншіден, ол әйелдерден өзінің қызметіне бір нәрсе сұраған да жоқ. Өзі мұқтаж болса да. Бірақ айтқан дұғасы не еді? Рабби лима анзалта илайя мин хайрин фақир деді. Раббым, маған қандай жақсылық берсең, мен мұқтажбын деді. Яғни, Раббым маған берген жақсылығының әрқайсысына да мұқтажбын деді да. Бірақ мұқтаждығын адамнан сұрамады, байқайсыз ба? Қалай ашкөздігін жеңіпті? Өзі қарны аш, өзі мұқтаж болса да адамға қолын созбады. Қалай? Қаншалықты бұл кісінің бізге берер сабағы. Өйткені Мұса пайғамбардың уақиғасы өте көп. Ол кісі туылғаннан өлгенне шейін біраз нәрселер бар, Құранда айтылған, бірақ бізге ондай майдалап айтпаған ғой. Маңызды нүктелерді айтқан. Біз сабақ алуымыз керек болған дүниелер. Солардың біреуі, біз сабақ алуымыз керек болған дүние, біз ішіміздегі ашкөздікті жеңуіміз қажет. Мен дұрыс түсінік деген мағынаны айтып жатырмын. Ғибадаттың дәмін сезгіңіз келсе, дұрыс түсіне біліңіз. Алла тағаланың құдіретін, Аллаға деген ойыңызды өзгертіңіз. Алла тағала қандай? Оған ақылменен жауап беруге де болатын нүктелер бар. Біріншісі, Алла тағаланың серігі жоқ. Өйткені бұл әлемнің патшасы біреу ғана болады. Бір мемлекетте қанша патша болуы мүмкін? Біреу-ақ. Екеу болу мүмкін ба? Енді бұлай мүмкін ғой, бірақ мүмкін болып қалса не болады? Соғыс болады. Соғыс болады, болды ғой. Сол үшін бір елде бір-ақ патша болады. Сол сияқты бір әлемде бір-ақ жаратушы бар. Екеу болу мүмкін емес, түсінесіз ба? Мүмкін емес. Ал енді бүкіл әлемді жоқтан бар қылған, бүкіл әлемге патша болуға лайықты болған зат қандай болу керек? Шексіз құдірет егесі болу керек қой, дұрыс па? Ешкімге мұқтажсыз, мұңсыз, шексіз құдірет егесі, өзі жалғыз. Алланы танып жатсыз да осы сөзбен ақ.
Алла жалғыз, оған серік қосуға болмайды. Алла мұңсыз, мұқтажсыз. Алла біздің құлшылық ғибадатымызға мұқтаж емес. Біздің намазымызға, оразамызға жоқ, мұқтаж емес. Түсінесіз ба? Яғни біз ғибадатымызды міндет қыла алмайды екенбіз Аллаға. Аллахым, мен саған істеп қойдым деп міндет қыла алмайсыз. Алланың құдіреті шексіз. Бұл бізге сондай керемет бақыт сыйлайды осы иман. Сіз құдіреті шексіз патшаның қамқорындасыз. Ойлаңызшы. Себебі ол қамқорында екендігіңізге дәлел айтайын ба? Үлкен әулие кісілер айтады. Алла тағала саған иманды бермеуі де мүмкін еді дейді. Дұрыс па? Мүмкін ғой. Әбден мүмкін. Өте қорқынышты, бірақ мүмкін да. Бірақ сізге берді ғой. А берген затын алуы да мүмкін ба? Мүмкін. Ол да қорқынышты, е? Бірақ біз қандай күнә жасасақ та алмай жатыр. Құдайға шүкір. Алмай-ақ та қойсын. Иманымызбен сынамай-ақ та қойсын. Біз құлшылық ғибадаттың дәмін Алланы танымай жетпейді екенбіз. Оны қалай танимыз десе, Абай атамыз айтады. Өте қысқа, осы жерде бір қортаға, өткен тақырып үлкен. Абай атамыз айтады. Алланы біз 99 сипатымен танимыз дейді. Қысқа сөзі да, осы қара сөздерінде айтады. Өте дұрыс пікір. Өйткені біз Алланы одан басқа тани алмаймыз, көре алмаймыз көзіміз, құлағымыз ести алмайды, біліміміз жетпейді. Тек қана Алла табарака ва тағала пайғамбарлары арқылы, бізге кітаптары арқылы, солардың себептері арқылы бізге өзін таныстырды. Бірақ ол оның өзінің шекарасы емес, Алла тағаланың шекарасы шексіз. Шекарасы жоқ. Бірақ бізге таныстырғанымен ғана таныдық. Солай танысын үшін істеді ғой оны. Ендесе солай танысын үшін істесе, сол 99 сипатын оқуымыз керек екен. Сол үшін айтады, кімде-кім сол 99 сипатты оқып, оны жатқа айтып берсе, оған жәннат дейді. Жәннатқа лайықты болғыңыз келе ма? Онда сол 99 сипатты жаттаңыз. Ол жаттау деген мағына неден шығады? Судыратып жаттап алып, әшейін үндемеу емес, Алла тағала әдейі айтады. Надан адамды айтады. Иығына кітап көтерген есек дейді. Неге? Өйткені кітапты есектің иығына арта берсең де, кітап ғалым болып кете ма? Жоқ. Егер білімге амал қылмасаң, онда кітап көтерген есек боласың. Сол үшін 99 есімін жаттап алу міндет емес. Соған амал қылу міндет. Соны тани білу міндет. Әрбір сипатты дұрыс біле біліңіз, ести біліңіз, түсіне біліңіз. Біздің иманымыз осыдан басталады. Біздің ғибадатымыздың дәмі осыдан нәр алады. Яғни намазыңызды дәмін көргіңіз келсе, құлшылық ғибадатта үлкен көкжиектерге шығам десеңіз, Алламен танысыңыз. Танысыңыз, іздеңіз Алланы. Бізді жаратқан пендем, Раббымыз ғой, біз пендесіміз. Неге жаратты екен? Қандай екен? Үшіншісі зікір. Төртіншісі пікір. Пікір дегенмен ойдың айырмасы бар. Ой деген түсініктен шығады. Пікір деген ойлаудан шығады. Яғни бүкіл әлемге назар салып ойлау, пікірлеу. Ол жақсы нәрсе. Мен оны өткенде де әдейі айтамын, жаңбырдың жауған әрбір тамшысына қараңыз. Күннің шыққан нұрына қараңыз. Әрбір жаратқан Құдайдың пендесіне қарап Алланы көре біліңіз. Алланың хатын, сізбен бізге жіберген хатын оқи біліңіз. Алла тағала сізбенше бізге күніге хат жібереді. Күніге. Еш болмағанда біреуге айтпай қойыңыз, өзіңізге күніге бір мезгіл айтыңызшы. Алла саған қандай хат жіберді бүгін деп сұрақ қойыңызшы. Сөйтіп өміріңіздегі осы бүгінгі тарихтағы
сол хаттарды оқып көріңізші, қандай сізге не нәрсе жіберді. Мүмкін телефон шығып отыр, бір уақиғадан бір сабақ алдыңыз, бір Құран аятын естіп қалдыңыз, бір хадис естіп қалдыңыз, бір уағыз естіп қалдыңыз, алдыңыздан бір адамды өлген күйі көтеріп алып кетті, бір адам ауырып құлады. Сабақ қой, бұның барлығы сізге, бізге сабақ. Өйткені бір адам өлді, оны сіз көруіңізге де болады, көрмеуіңізге де болар еді. Алла тағала сізге көрсетпеймін десе көрсетпейтін еді. Қанша адам көрмеді ғой оның өлгенін, бірақ сіз көрдіңіз. Неге көрсетті сізге? Ойланбадыңыз ба? Сіз сол жерде куәгер болып тұрсыз, сол жерде. Алла тағала ертең сұрамайды деп ойлайсыз ба? Зікір. Алла тағаланы көп-көп еске түсіріп, көп-көп зікір қылу біздің құлшылығымызға, ғибадатымызға дәм береді. Дәм береді. Көп-көп Алла тағаланы зікір ету. Біздің басымызда түрлі-түрлі проблемалар бар. Ауыртпашылықтар бар, қиыншылықтар бар. Өмірге деген кейде ауыр көзқарастарымыз болады. Тойған кездеріміз болады. Ағайындықтан безгіңіз келеді. Жақындарыңыздан безгіңіз келеді. Жанұя мәселелері проблема. Балаңызда, бала шағаңызда проблема. Бұның барлығы проблема. Бірақ соның барлығы Алланың зікірменен орнына келеді. Түсінесіз ба? Соның барлығы Алланы еске түсіруменен орнына келеді. Қалай дейсіз ба? Ол бір сыр. Оны да иншалла бір отырғанда айтармыз. Зікірменен қалай проблемалар жеңетінімізді. Дегенменен ғибадаттың дәмі туралы айтып жатырмын. Зікір айтқанда ғалымдарымыз айтудың түрлерін көп дейді. Көпшілікпен бірге айту дейді. Ол да рухты көтереді екен. Жеке айту дейді. Ол да рухты көтереді. Сыр айту дейді. Ол да көтереді. Сырлығып айту да ішіңізден, ешкімге білдірмей. Сол зікірлердің біреуі мінәжат. Алламен тілдесу. Сіз Алла тағаламен қанша тілдесесіз, айтыңызшы. Тілдесесіз ба өзі? Сөйлесесіз ба? Ішіңіздегі мұңыңызды, ішіңіздегі сырыңызды, проблемаңызды Аллаға жайып айта аласыз ба? Алдына келіп, Аллахым, міне менің алдымда проблемам. Міне осындай деп ішіңіздегі бүкіл эмоцияны, сезімдеріңіз, айтыңыз. Мен мынандай сезіп тұрмын. Менің жүрегімде қайғы, қуаныш, қорқыныш, үрей, бәрін айтыңыз Аллаға. Аллаға сіз айтқан сайын сіздің проблемаңыз шешіледі. Өйткені бүкіл әлемнің егесі сол ғой. Бүкіл әлемнің егесі сол. Проблемаңызды айтып келсе, білесіз ба, Алла табарака ва тааланың мейірімділігін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Хадис құдсида. Яғни Алла тағала пайғамбардың аузымен айтады екен бізге. Пендем маған қолын жайса, оны бос қайтарудан ұяламын дейді екен. Бос қайтарудан ұяламын дейді екен. Алланың алдына проблемаңызды айтып көрдіңіз ба? Проблемаңызды адамға айтпаңыз. Адамның қолынан дым келмейді. Шеше алмайды оны. Мүмкін бір қандайда бір сізбен бірге жылайтын шығар. Бір ақылын айтатын шығар. Білмеймін. Бірақ Алла тағалаға айтсаңыз, бүкіл әлемдердің патшасына айтсаңыз шешілмей қалады десеңіз, онда сіздің Алламенен араңыздағы байланыс ұзақ. Өйткені ойлаңызшы, рызық несібенің кілті кімнің қолында? Ауру, сырқау, дерт, байлық, кедейлік, бүкіл барлық нәрсенің кілті кімнің қолында? Шынымен соны жүректен айтып жатсыз ба? Алланың қолында деп. Шынымен сеніп айтыңыз. Өйткені біліңізші,
Айту бір бөлек екен да, өмірде қолдану бір бөлек қой кейбіреулерде. Кейбіреулер айтады әшейін. Ал амалда көрсеткен кезінде Құдай сіздің ісін істейді, астағфирулла. Сол үшін құлшылық ғибадаттың дәмін сезгіңіз келсе, Алла тағаламен бір мезгіл екеуіңіз жеке отыратын уақыт болсын. Білесіз ба, қандай рахат уақыттар екен. Субханалла. Ең қызық жері, мысалы сіз проблемаңыз болса, қалаған уақытта бір ауылдың әкімімен жолыға аласыз ба? Қайдам? Адам ғой ол. Қаланың әкімімен, облыс әкімі ше, біздің елдің патшасымен ше. Қалаған уақытта 24-те 7 есігім ашық дейді ма сізге? Оның екі туып бір қағаны болсаңыз да қол тимей қалады. Ол адам ғой өткен. Мүмкін туған сіздің жақыныңыз болса да ше, 24-те 7 бола алмайды есігі сізге ше. Өткен ол пенде. Бірақ қызық жері, патшалардың патшасының есігі қай уақытта болса да ашық сізбен бізге. Түсінесіз ба? Қай уақытта болса да ашық. Ойланып көріңізші. Күндіз, түні, любой секундта сіздің жағдайыңызға қарамайды екен. Сіз шаршап тұрсыз ба, жеке тұрсыз ба, көпшіліктің арасында тұрсыз ба, бәрібір. Қалаған уақытта Аллахым десеңіз, айта бер пендем дейді. Білесіз ғой, әйгілі уақиғаны көп айтам. Сахи хабарларда келеді. Мұса алейхиссаламның заманында жаңбыр жаумай қалыпты. Уақыттар кеп жаумай қалады жаңбыр. Сол кезде Мұса пайғамбар бүкіл барлығын алып шығып, далаға, жапан далаға тұрғызып қойып, дұға қылады ғой енді. Алладан сұрайды, не істеймін деген кезінде бәрі шықсын дейді. Сөйтіп сұраңдар дейді да. Бәрі шығады, сұрайды, бірақ сұраған сайын күн қақтай береді ғой астындағыларды. Содан Аллаға жалынады ғой, былай шығып. Аллахым, сен айттың, мен шықтым десе, сендердің араларында 40 жыл тәубе қылмаған бір адам бар дейді. Мен сол үшін сендер сұрасаңдар бермеймін дейді. 40 жыл тәубе қылмаған бір адам бар дейді. Содан келеді да халқына айтады ғой, арамызда бір жаман адам бар екен дейді. 40 жыл тәубе қылмаған. Солының кесірінен бізге осындай жаңбыр бермеген екен десе, не істейді жұрттың? Барлығы айқайлайды ғой. Қандай жаман адам бұл, залым адам. Шығып кет, ей, кімсің? Кет, бұл қандай адам бұл деп. Жұрттың бәрі айтқанда, ананың ішіндегі адам өзін білмейді дейсіз ба? Ал енді шығып кете аласың ба соның арасынан? Сен болсаң. Шығамайды ғой. Сосын со жерде тұрып жалбарынады ғой. Ей, Аллахым, мені шәрмәнді қылма дейді ғой. Мені мына халықтың алдында бишара қылма. Кешірші деген кезінде жаңбыр жауады ғой. Құйып жаңбыр жауады. Сосын Мұса айтады ғой. Аллахым, біз сұрағанда бермедің. Біз әлі сұрап үлгермедік, сен бердің дейді ғой. Бұл не бұл деген кезінде айтады ғой. Сол адам араларында тұрған адам. Сондай қып тәубе қылды, сол тұрған адамның бәріне бөліп берсе артылып қалатындай қылды дейді. Алла тағаланың есігі 24-те 7 ашық. Сіз қандай жағдайда тұрсаңыз да Аллахым десе естеді. Түсінесіз ба? Аллаға сырыңызды айтып көрдіңіз ба? Аллаға ішіңіздегіні жарып көрдіңіз ба? Ей, Аллахым, өзің куәсің деп, мына жүрегіңіздің түбінен ақтарып, бәрін айтып көрдіңіз ба? Сезімнің бәрін айтсаңызшы. Мынандай уақиға бар. Одан мынандай сезіп тұрмын, қай жеріңде сезіп тұрсың? Мына жерімде, немесе ішімде бір қорқыныш тұр. Қол аяғым қалтырап тұр. Айтсаңызшы бәрін Аллаға. Сіз білесіз ба, соны айта білсеңіз, бірден жеңілдік келеді. Соны айтып, ауызбен айтыңызшы. Айтыңыз, үндемеңіз деймін. Айтыңыз, жеке шығып. Бірден жеңілдік келеді. Ахмет Яссауи сияқты үлкен әулиелер неғып хілветке мұқтаж болған? Неге хілветке құмар болған? Неге өзінің өлеңінде айтады?
63-ке жасым келгенде жердің астына кірдім деп неге айтады? Неге сондай құштар болды соған қайта-қайта кіруге? Сол кезде дәмін сезді оны. Ана жерге отырғандағы рахатын сезді. Жеке өзі отырып, тып-тыныш бүкіл әлемнің жанында жоқ болып кетіп, Раббысын сезуді үйренді. Не деген үлкен сезімдер еді. Сондықтан айтатыны мінәжат деген үлкен дүние. Сахабаларда сондай мінәжат болған. Бір күні Әзіреті Омар әдеті бар екен. Түнде шығып Медина қаласын аралайды екен. Түнде шығып, патша ғой өзі. Менің елім не болатыр деп шамасы жеткен жерін аралайды екен, күші жеткенше. Сол жерде қиналып атқан адамдарды белгілеп қойып, ертеңіне шақырып алып, соларға жәрдем береді екен. Сонда бір күні соны аралап жүріп, бір адамның, ол енді арабтардың үйінің төбесі тегіс болады. Төбесі тегіс қып қояды да, соның жанын қабырғамен көтеріп қояды, ішіндегі адам көрінбейтін қып та. Сонда төбесінде әйелдер жүріп, кіріле береді, жаңағы киім жая береді, балашаға ойнай береді, төбеде жүгіріп жүріп. Әйел кісі андай онша көрінбейді да, аулада. Сонда бір адам соның төбесіне шығып алып, түннің жарымында намаз оқып отыр екен да. Сонда Құран оқиды ғой. Алла тағаланың уәдесі хақ болады. Бұл қиямет келеді деген мағынадағы аятты естеді ғой. Инна дина лавақия ма лахум мин дафиа. Оны ешқандай қайтарушы жоқ. Қиямет болады дейді. Соны естіп, 3 күн ауырған дейді. Бір-ақ аятты естіп. Әзіреті Омар Құранның аятын естіп, құлады, есінен танып деген де сөз бар. Сахабалар Алла тағаланы қандай сезінген, Алланың аяттарын қандай сезінген. Өйткені арасындағы байланыс сонша мықты еді ол кісілерде. Ғибадаттың дәмін сезіну үшін білім іздеген дұрыс екен. Иә, білімі бар ұстаздардан білім оқыған, кітап оқыған дұрыс екен. Қанша адам бар, намаз оқығаны қанша жыл болды десең, 4 жыл болды, 5 жыл болды. Қанша кітап оқыдың десең, бір кітаптың бетін ашпаған ғой. Бір кітаптың бетін ашпаған. 4 жылдан бері не істеп жүрсің? Ойлаңызшы, бір адам егер 4 жылдан бері сауда қылса, ақша тауып қоятын уақыты болар еді, миллион тауып қояр еді ол. 4 жылда бері бір жұмыста жұмыс істесең, бастық болып кетер едің. Көтеріліп, мықты специалист, маман болып кетер едің да, жұрттың бәрі мұқтаж болатын. Сен 4 жылда бері намаз оқисың, неге бір кітап оқымадың? Неге Аллаға жақындамадың? Неге білім іздемедің? Құлшылық ғибадаттың қадірін білмейміз. Біз соның құнды екенін түсінбейміз. Сізге, бізге неге керек сол құлшылық? Намаз саған неге керек? Сол тақырыпты дұрыс түсініп, соны арғарай дамытпаймыз. Мысалы, саған ақша неге керек десе, ой, қандай қылып роман жазамыз, ше? 10 томдық. Абай жолы қап кетеді оның жанында. Ақша неге керек десе, жібереміз ғой әңгімені, өйтем, бүйтем деп. Сосын тағы ақша тапқанда керемет ұрынамыз ғой бәрін тастап. Намазды да, оразаны да бәрін жинастырып қоямыз. Ақша, ақша. Бірақ құлшылық ғибадатқа үйтіп жүрген адамды мен көріп атқаным шамалы. Неге? Өйткені оның қадірі жоқ. Білмейді қадірін. Намаз оқиды, бірақ намазының қадірін білмейді. Ораза тұтады, оразасының қадірін білмейді. Былтыр мен ораза тұттым, биыл содан артықпын ба деп өзін сұрамайды, өзіне сұрақ қоймайды. Былтырғы Рамазан қандай болды? Биылғы Рамазан содан абзал бола ма мен үшін деп ойланбайды. Умраға біреулер қанша рет келеді? Бірнеше рет келеді, араларыңызда бар.
Бірақ өткен өміріңізден қазіргі өміріңіз қалай? Аллаға жақынсыз ба? Жақындатты ма сол өмір сізді? Жоқ, жақындатпады ма? Үлкен сұрақ бұл. Маңызды сұрақ. Өйткені сол сұрақтың артында сіздің ақыретіңіз тұр. Түсінесіз ба? Сіздің тағдырыңыз тұр. Сіз ақ боласыз ба, қара боласыз ба? Жәннати боласыз ба, дозақи боласыз ба? Сол тұр. Бұл маңызды сұрақ емес деп ойлайсыз ба? Құрметті жақсылар, құлшылық ғибадатқа бізге пікір керек, зікір керек, ой керек, білім керек, амал керек. Және де біліңіздер, жақсы қоршаған орта керек. Иә, егер сіздер араласқан адамдар Құдайдан ұзақ болса, сіз Құдайға жақын болам деп ойламаңыз. Сізді жан-жағыңыздағы ортаңыз алып кетеді. Сондықтан Құран-ы Кәримде пайғамбарымыздың өзіне айтқан: өзіңді Алланы ойлап, Құдайдан кешірім сұрағыш адамдардың жанына отыруға сабыр еткіз дейді. Түсінесіз ба? Солардың жанына өзіңді қинап отырғыздырт дейді. Ішің пісіп кетеді ғой намазхандардың жанына отырсаң. Күнә сөз айтпай, кілең айтатыны уағыз, хадис, жыртың жоқ, әзіл жоқ, өсек жоқ. Сондай адамдар бар да, бәрі емес енді. Бірақ білесіз бе, сондай адамдар ол сізді дамытады. Сондай адамдар сізді Құдайға жақын қылады. Мен сол үшін айтатын, өткен өмірден көргем. Балдарым оқуға бара жатса айтам: жақсы оқитын адамды тауып ал деймін. Барған жеріңде классыңа бүйтіп қара деймін. Қайсы адам жақсы оқиды, соның жанына барып отырып ал деймін. Сені дос қылмай итеріп тастаса, жанында жүре бер деймін. Ақыр жүре берсең, ақыр саған күліп қарайтын болады. Мынау қоймады ғой, жүре берші дейді. Сосын ше, жұғат сондай нәрсе. Содан жақсылық жұғат. Өйткенше, соның бөлмесіне барып отырасың ғой. Ол не істейді бөлмесіне барып отырып қалсаң, кітап оқиды ол. Сот күш қылмайды да, кітап оқып отырады. Сен біраз отырасың, бір уақытта сен де жай кітап оқи бастайсың ше. Жұғатта ол жақсылық. Сен де кітапқа қызыға бастайсың. Ол баратын жері кітапхана оның. Айтатын сөздері кітап оның. Ана жерде күшті кітап бар, мына жерде күшті кітап бар. Ана ұстаз былай деген, мына ғалым былай деген. Негізі сол кісінің сөзі дұрыс па? Мына жері бұрыс па? Мен анадан сұрап келейінші деген. Сөзінің бәрі сондай болады жақсы студенттің. Жақсы білім қуған адамның. Ал бомағыр адам, бомағыр студент не дейді? Сабақтың үстінде кітапты бітіреді, кітапты құтылғанына сабақтан шығады да, сабақтан шыққаннан кейін: ай, Құдай, жатқанға берсең, маған бер ғой. Ондай адам сізді дамытады деп ойлайсыз ба? Ондай дос сізді жақсылыққа апарады деп ойлайсыз ба? Бұл өмірде де сондай. Бұл өмірде де дәл сондай. Өзіңізді құдайшыл, Құдайдан қорқатын адамдардың жанына баруды әдеттендір. Барыңыз. Солардың қызметінде болыңыз, дос болыңыз, таныс болыңыз. Әйтеуір жанына жүріңіз. Білесіз ба? Ең қызық жері. Құран-ы Кәримде айтады: мынандай аят бар. Достар, бұл күні дейді, қиямет туралы айтып жатыр Алла Тағала. Бұл күні достардың барлығы бір-біріне қастық қылады. Илләл муттақун. Тек қана Алладан қорқушылар ондай болмайды дейді. Тек қана Алладан қорыққан адамдарда шынайы достық қияметте де болады екен да. Ал мына дүниеде ол доспын деп жүрген адамдар қияметте бірге күнә жасағанда бір-бірін сатады екен ғой. Аллахым, маған азап беріп жатсаң дейді, мынаған да азап бер дейді екен ғой, тілейді екен. Ол бірге ұрлық қылдық, бірге арақ іштік. Мына адамға да азап бер, мына адамға да дозағыңды лайықты қыл дейді екен. Неге көрмей тұрмын бұл дозақта?
ол адамды деп іздейді екен әдейі. Ал керісінше, Алладан қорыққан адамдар болса, сіздерді іздейді екен, мен мынаны жәннатта неге көрмей тұрмын деп. Сол үшін үлкен ғалымдарда сондай сөз бар. Жәннатқа кіріп қалсаңдар, мені іздеңдерші деген. Жәннатқа кіріп қалсаңдар, мені іздеңдерші дейді екен. Бір-біріне. Жәннатқа кіріп сізді іздейтін қандай керемет дос, е? Мені шынайы дос қандай. Сондықтан айтатын құрметті жақсылар, құлшылық ғибадаттың дәмі, сіздің оқып атқан намазыңыздың дәмі, құлшылығыңыздың дәмі, бұның бәрі қайдан аламыз? Міне осы баспалдақтардан аламыз. Осы баспалдақтарды дұрыс қолдана алсаңыз, сіздің құлшылық ғибадатыңыз өзгереді. Сіздің намазыңыздың дәмі өзгереді. Сіздің Аллаға деген жақындығыңыз өзгереді. Білесіз ба, мысалы мен көп дос туралы оқығанмын, естігенмін. Оны көп айтамын да, менің бір ұстазым болатын, Алла рахмына бөлесін, Маулид Рауи деген кісі болды, мұхаддис ғалым кісі, Ирактың азаматы, бізге хадистен сабақ беретін. Сондай, субханаллахил азим, керемет мінезді адамды өмірімде өте аз көргенмін. Біреу болса сол біреу шығар деп ойлаймын да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям етегінен ұстаған. Үйіне барсақ, өзі ауырып тұрса да, маған қонақ келді деп, өзі шай құйып беретін. Қонақты үйдің егесі күту керек дейді. Бұл пайғамбарымыздың ісі дейді. Қарасаңшы, өзінің баласына да ешкімге бергенбейді. Ұстатпайды шайнекті, өзі қызмет қылатын. Сол кісі айтып береді. Мен бір досым менен дейді, көп жылдар бала кезден өсіп бірге дос болдым, боз бала болдық. Университет оқып жүрген кезімде досым қайтыс болып кетті дейді. Қатты досым еді, жақсы көретін едім дейді. Сол университет бітіргеннен кейін сол кісі қайтыс болып кетті. Мен сол қайтыс болғалы бері оны 5 уақыт намазымнан дұғадан тастаған емеспін дейді. Күндердің күні түс көрдім дейді. Түсімде қарасам, үстінде жасыл қымбат шапан, басында жасыл сәлде, анандай қымбат жағдайларда тұр дейді да. Көріп қуанып қалдым дейді. Пәленше қалайсың деп сөйтсем айтты дейді. Ей Мәулуд, менің осындай жақсы жағдайымның қаяқтан екенін білесің ба деп айтты дейді. Сосын иә деп айтсам, сенің дұғаларыңмен деп айтты дейді. Сенің дұғаларыңмен мен осындай рахатта жүрмін деп айтты дейді. Мұны қандай дос, е? Сол түстен әлі 20 жыл өтті дейді. Мен әлі намаздарымды ол кісіні тастаған емеспін дейді. Жер бетінде сондай да адамдар болатын. Мүмкін Алла тағаланың азабы бізге сондай адамдардың арқасында түспей тұрған шығар, е? Сондай әулие кісілер арамызда бар. Сондай әулие кісілердің арқасында мынандай дүние тұрған шығар. Құрметті жақсылар, солардың әдетінен әдеттенейік. Солардың мінезінен ұстанайық. Болмасаң да ұқсап бақ дейді Абай атамыз. Болмасаң да ұқсап бақ дейді. Сіз ондай бола алмасаңыз да ұқсатыңыз өзіңізді. Әрекет қылыңыз сондай болуға. Сондықтан бүгінгі тақырыптың маңыздылығы сол. Құлшылық ғибадаттың дәмі. Неге керектігін дәмін айтқан кезде түсінген шығарсыздар деп ойлаймын құлшылық ғибадат. Қаншалықты сізге маңызды екенін түсінген шығарсыз деп ойлаймын құлшылық ғибадат. Егер соны дамыта алсаңыз екен, сол үшін құрметті жақсылар, осы сапарымыздан алып кететін дүниелерді біразын айттым, егер ала алсаңыз. Солардың біреуі құлшылық ғибадатыңызды осы қазіргі халде тастап қоймаңыз. Онымен жұмыс жасаңыз. Оны үлкейтіңіз, өсіріңіз, дамытыңыз. Өйткені құлшылық ғибадатыңызды дамытқан сайын жәннаттағы мекеніңіз де сізге жақындайды.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: жақсы адамдарға, сондай мағыналай хадисін айтайыншы, Алладан шынайы иман келтірген адамдарға жәннат ғашық болады дейді. Олар жәннатқа емес, жәннат сұрайды екен ғой: Аллахым, пәленше деген адам маған қашан келеді дейді. Ойласаңызшы. Сондықтан сондай үлкен көштің етегінен ұстаған жансыз. Алла тағала маңдайыңызды сізді сәждеге қойғызды. Маңдайыңыз сәждеге тиді. Аузыңыз кәлимаға келді. Алланы айтып жүрсіз. Бұның барлығы бақыт. Бір ауыз кәлиманы айта алмаған не бір ғалымдар бар. Сол бір ауыз кәлиманы айта алмай, сіздің сәждеңізді жасай алмаған қанша адам бар. Бірақ Алла бұйыртты сізге, осындай керемет сый берді сізге. Неге осы сыйлықты дамытпайсыз? Неге осы Құдайдың берген сыйлығын өсірмейсіз? Сізде егер мал дүние болса, соны бірден өсірер едіңіз. $1,000,000 тауып алсаңыз, соны бәрін жарып тастап, мұрныңызға тығып отырасыз ба? Қолыңыз жоқ. Оны дереу сауда қылып, үйтіп, айналдырып, 1,000,000 бар екен, 2,000,000 қылам дейсіз. Өйткені жақсы нәрсенің бола бергені жақсы ғой. Дәл сол сияқты, мысал айтайық енді. Сіз бір мықты машина сатып алдыңыз. Керемет, енді барлық жағдайы бар. Тағы да ақша тапсаңыз, сондай машина аласыз ба? Аласыз. Қызығасыз ғой, өткен күшті болды. Тағы да алайын дейсіз. Неше рет алайын дейсіз. Ала берем дейсіз. Тоймайсыз. Дәл сол сияқты. Ғибадаттың дәмін білмегесін, біз ғибадатты дамытпаймыз. Түсінесіз ба? Ал егер ғибадаттың дәмін білгенде, біз бөлек болар едік. Сол үшін айтам, ғибадаттың дәмін сезінгіңіз келсе, жоғарыдағы мен айтқан кеңестердің бір шетінен ұстаңыз. Өзіңізге тақырыпты күнтізбеңізге түртіп қойыңыз. Құлшылық ғибадатты дамыту керексін деп өзіңізге бұйрық беріп қойыңыз. Соны өсіріңіз, соны өндіріңіз. Бірақ ретіменен. Біліңіз, сіз шаршамай, Алла тағала шаршамайды. Сондықтан өзіңізді шаршатып қойып, тоздырып тастамаңыз. Ғибадаттың дәмін сезіне біліңіз. Субханакаллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Астағфирука ва атубу илейк. Илахи Раббым, барлық біліп білмеген үлкенде кішіде күнәларымызды кешір. Дерт сырқат науқастарымызға шипа бер. Дүниеден өткендерімізді жарылқа. Раббым, Аллахым, елімізге тыныштық, жұртымызға амандық бер. Исламға қуат бер, мұсылманға бірлік бер. Және де жер бетіндегі қиыншылық көріп атқан мұсылмандарға, Аллахым, бақ береке бер, қиыншылығына медет бер. Және де атап айтқанда Палестин жеріндегі мұсылмандарға, бауырларымызға, Аллахым, қайғысына ортақпыз, жүректеріне медет бер, жүректеріне көркем сабырлық бер, елдеріне тыныштық, амандық бер, тез арада мына зұлым соғыстарын тоқтатып, бейбітшілік заман бер, исламға қуат, мұсылманға бірлік бер, басына қайғы түскендерге өзің демеуші бол. Аллахым, кімде-кім осы біздің Қазақстанға, біздің исламға бір қандайда бір жамандық ойласа, сол жамандығын өз басына салғайсын. Бізді одан аман есен алып қалғайсын. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммадин ва алейхи ва сахби